Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз пекинский капустадан чим-чим дайындайтын боламыз. Тәбетті ашып, барлық тамақтармен жиі берілетін. Енді кезекте бірінші капустамызды алып, осылай майда-майда бөліктерге немесе өз қалауларынша капустамызды ұзынша етіп 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Капустамыздың барлығын бөліп ыдысымызға салып болған соң дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, укроп қаласаңыздар, лавр жапырағын салып үстіне мұздай су құятын боламыз. Тұзы қатты ащы болып кетпеу керек. Бетін жауып 2 күнге мұздатқышқа, яғни холодильникке қойып қоятын боламыз. Осылай суымызды қойып, бетін бастырып, толықтай жабылатындай етіп, жауып, капустамызды холодильникке қойып қоямыз. Міне бізде 2 күн өтті, капустамызды ашып көреміз. Тағы да біздің капустамыз өлмеген. Енді алып, тағы да сумен жақсылап жуып, тағы да мұздай сумен тұз салып, тағы да қойып қоямыз 1 күнге. Енді 1 күн өтті, капустамызды алып қараймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай капустамыз толықтай өлген, басылған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Алдында салған кезде толып көтеріліп тұрған, ал мына жерде азғантай болып басылған. Енді капустамызды алып, суын төгіп, 1-2 рет шай жібереміз. Тұзы ащылау болса, тұзы кеткенше шаясыздар. Жақсылап шайып дайындап аламыз. Біздікі дайын болды. Міне жұмсақ болып тұр, әрі басылған. Енді кезекте қосатын ащысын дайындаймыз. Осындай чеснок, сарымсағымызды тура блендерға саламыз, және ащы чили бұрышымызды және болгарскийді барлығын салып блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер болмаса, массировкадан өткізе беруге болады. Бұл жерде блендерім кішкентай болғандықтан барлығын бөліп салып өткізіп алдым. Сіздер барлығын қосып өткізе берсеңіздер болады. Құрметті менің YouTube каналым көрермендері, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Капустамызға қосатын ашымыз дайын болды. Барлығын жақсылап араластырып, аз ғана дәміне қарай тұз сеуіп жібереміз. Қаласаңыздар кориандр қосуға болады. Енді кезекте жаңағы дайын болған ашымызды капустамызға салып, жақсылап қолының көмегімен барлық шетіне ашымыз тигенше жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің чим-чим капустамыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер, өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісе кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.